Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жұмыртқаны қажет етпейтін, өте оңай, дәмді болып шығатын, 5 минутта жасалатын шоколадты пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған жылы судың үстіне құмшекер қосып араластыратын боламыз. Және бал мен пісте май қосамыз. Жарты шай қасық ас содасын қосып жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдыста ұн мен какаоны араластырып аламыз. Барлық құрамның мөлшерін описаниеге қалдыратын боламын. Енді құрақ ингредиенттерді сұйық массамызға екіге бөліп қосып отырып араластырамыз. Қамыр осындай қоюлықта болады. Енді осы кезде үстіне өз қалауыңыз бойынша жаңғақтар немесе шоколадтар қоссаңыздар болады. Енді табамызды кішкене майлап, қамырымызды осыған құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Піскен соң өз қалауларыңыз бойынша осылай шоколадты ерітіп жақсаңыздар болады. Осымен жұмыртқаны қажет етпейтін, өте оңай, дәмді болып шығатын пирогымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Әлде көп рецепттер болады.